All right. Бүгін ай нешесі бақ ол? Жүрксе. Шыма? Қойыңызшы зандасы пағатмаңыз жақта видео өштірім, я? Окей. Біз жолға шығуға дайынбыз. Бүгін айдың сағаты 4-ті, септембер 4. Біз кеттік ван Chevrolet деген брендінің ванын алдық. And everyone say hi! Hi! Everyone say hi! Hi! Let's go! Let's go to Grand Canyon! Say hi! Hi! Oh, say hi! Yo, yo, yo! Жоспар болғанда жолда жердің аты Моамед? Моап деген жолда бір жерге тоқтап, сол жерде бір күн боламыз. Одан ары қарай Гранд Каньонға орай 2 күн қонып, сонымен қайтып келеміз. Денверден қозғалмай тұрмыз, таңғы сағат 8. Бізге ақ жол тілеңіздер. Жолда кезіккенше peace. So where are we going? Monroe. Are you going to Monroe? To the beach. No beach, it's a desert. It's a Grand Canyon. Dana, where we are going? Grand Canyon. Grand Canyon, good job! Good job. Okay. Жолда кетіп барамыз. Қазір Glenwood деген жерге тайып қалдық. Денверден шыққанымызға 1 сағат болған жоқ негізі. Кішкене тоқтап, шыға жол нетердің алдында бір ауа тартып жатырмыз. Күн деген ыстық енді керемет, дала деген тамаша. Біздің ван осындай рентқа алуға болады. Америкада рентқа алған қатты қымбат емес, бір күніне жаңа иншуранс несімен бірігіп орташа есеппен бір $120. Ішіне 15 адамға дейін сыюға болады, бірақ та жүк мүгімен сол бір 10 адам. Тават деген тамаша, 2 таудың ортасы. Қазір тауда болғанда бірақ орман, керемет. Жолда кетіп барамыз. Хайуейдің жанында. Окей, онда Glenwood'та кезіккенше қазір Glenwood'қа барып тамақ ішеміз. See you guys soon. Талдардың бәрі жанып кеткен. Күн ыстық болғаннан бұл осындай жасағаштар үстіп жанады. Америкада көрсеңіздер ағаштардың барлығы жанып кеткен. Сіздің үстіңгі жақтары. Колорадодан шығып, Юта деген Американың стейтіне келдік кіріп жатырмыз. Осыдан кейін Моап деген жерге барамыз. Сол жерде бір күн қонып, одан ары қарай Гранд Каньон, бебе. Күн енді жағдай жоқ, керемет ыстық. Бұл жер болғанда Юта жалпы кішкене color аз. Biraz çöl dala деп айтсақ болады, жазық.
Alright. Юта деген стейттің Моаб деген қаласына келдік. Кішкентай қала, бір көше. Бір көшенің екі жағы мынандай таулар. Енді қаншақты камерада қалай көрініп тұрғанын білмеймін, бірақ та үлкен қала кішкентай, таулар өте биік, жақын, екі үлкен таудың ортасында. Біз не келдік? Әсликош. Қалайсың? How are you? Көргендегідей қала керемет, табиғаты біраз ерекше, жасыл таулары, жасыл деймін ғой, қызыл таулары, бірақ қызыл. Үлкен таулары бар екен. Колорадодан қарады таулары біраз бөлекше. Alright, үйге кеттік, үйге барайық. Мынандай кішкентай нені рентке алдық. Мақсаған Airbnb. Үлкен. Here we go. Үйдің ішіне кіргенде мынандай кішкентай балконы бар, барбекю істеуге болады, телевизоры бар, барлық канал, барлық нәрселер бар. Тамақ істеп ішуіңізге болады, барлық нәрселер бар. Отыруыңызға болады. Бұл болғанда негізінде 3 бөлмелі үйге жатады. Ішінде 10 адамға дейін жатуға болады екен. Мына жерде мысалы 2 төсек бар. Кішкентай мынандай бір бөлме бар. Оның ішіне адам жатуға болады. Және мына жерде үлкен бөлмесі бар. Оның ішінде кішкентай бөлмесі бар, 2 туалет бар. Сонымен осындай бір үйге келіп қалдық. Right, біз тамақ ішіп сыртқа шықтық. Қаланың Моаб қаласының ортасына барамыз. Қазір қарасаңыздар, өте әдемі көрінеді екен. Жаңағы sunset, күн батуы өте жақсы көрінеді екен. Барлық қызыл, және дән жерде парашют көрініп тұр, егер камерада жақсы көрінбей тұрған болмаса. Парашют, біз орталыққа тамақ ішуге кеттік. Alright, hello. Explain. Hello everyone. Today we are going to see a parachute. This is a parachute. It looks very tiny. What's on the parachute? Who's on this parachute? I don't know. I'm trying to zoom in. Alright, yemek tanımal, chicken beef paketas. Looks very delicious. Alright, restoran çıkıştığımız tamam. Dinner cevap tarttық. Ендіге болып транспорт ойнап, ертең одан қозғаламыз. Ары қарай тағы бір 6-7 сағат драйвинг. Гранд Каньонға барып, сол жақта 2 күн болып, сонымен қайтамыз. Кетіліп қалдық та негіз. Да пластик кетті. Жаймен қойдым. Жағай тақты ма? Достар, біз breakfast жеуге кетіп қалдық. Alright, breakfast'ını көрсеңіздер, бұл жерде steak бар, және hash brown, eggs, bacon жоқ. Ал біз осымен таңертең асымызды ішіп алып, жолға ары қарай Гранд Каньонға аттандық. Сіздермен жолда кездескенше. Суақты жарық күн, құлақта осы үн, аспабымды алып ойланып отырмын, жазғым келді менің ән, таба алмадым ешбір мән, таба алмадым мағына, күннің ырғағына. Alright. Alright десем, alright дегенде бәрі күлетін болыпты. Инстаграмда да елдің бәрі мазақтап жатыр, мені alright деп айтады деп.
Окей, онда осыдан кейін окей деп бастайын. Мына жерде бір кішкентай аркқа келдік. Қарасаңыздар, кішкентай несі бар. Қаншалықты әдемі көрініп тұрғанын білмеймін камерадан. Мына жерде суреттен көзде әдемі көрінеді екен. Біз ары қарай жолға кеттік. Alright, Montпен жерден шығып баратырмыз, үйге чадырышымыз. Бүгіндерімізде желден электр шығарады. Сенс деп айтамыз ба, информацион кетті. Американың тұрады азғантай жерінде бар. Солардың бірі. Осы жер екен. Өтіп бара жатырмыз. Суақты жарық күн, құлақта осы үн, аспабымды алып. Alright деп бастайтын болдық не осыда. Біз осымен Аризонаға келдік. Көріп тұрғандарыңыз Аризона. Welcome to the Arizona, baby. Окей. Күн дегеннен жаман ыстық тұр. Орташа есеппен 35-тен 40 градус. Дала деген енді бірақ чөл дала деп айтуға болады. Өте ыстық. Жолдың жүйесі мына жағы Юта. Енді бұлай қарай біз Аризона. Бірақ енді Юта, Аризона екеуде де негізінде ыстық стейттарға жатады, өте ыстық. Анау аз жолдың шеті болғандықтан машиналар көп машиналар түсіп жатыр. Біз сол мына жерге суретке түсейік деп тоқтап тұрмыз. Енді ары қарай Аризонаға барамыз. Аризонада жаңағы Гранд Каньон, одан ары қарай тағы біраз жерлерге барамыз. Көптеген әдемі суреттер және видеолар алып түсуге тырысамыз. Guys, see you guys in the next destination. National parks are open, yeah. National park. Alright, Antelope Adventure деген жерге келдік. Негізінде жердің астына түсіп суретке түсетін сонда дәл жобамен ана маңайда. Осында жер болған екен, қазір ковидқа байланысты жауып тастапты. Тек қана National парктар ғана ашық дейді. Енді біз ары қарай қайтадан ары қарай жүретін болдық. Не болмаса Horseshoe деген жер бар, соған барамыз мүмкін. Күн деген керемет ыстық тұр. Негізінде мықты суретке түсетін жердің астында жақсы жер болады. Оған енді болмайтын сияқты ары қарай турымызды жалғастырамыз. Біз Аризонаға келдік. Аризонаның ішінде Horseshoe деген жерге отырмыз. Күн деген керемет ыстық енді. Бір 40 градус бар сияқты. Суымызды алдық. Сонымен кетіп барамыз. Бір жарым майл хайкинг жасайтын болып жатырмыз. Did you get my phone? Thanks. Okay. Thanks. Everybody, let's go for a horse. No more speaking. Horseshoe деген Horseshoe band. Horseshoe деген аттың жаңағы аяғына қадайтын кішкентай не сияқты, соны біз Horseshoe деп айтамыз. Енді соның атымен аталатын жаңағы үстінен қарағанда сондай. Мынау болған кезде негізінде мынау чөл далада негізінде кішкентай өзен. Сол өзен шөл далада кішкентай өзен. Жаңағы кезінде теңіз болған деп айтып жатырмыз. Енді каньон дейміз. Сол каньон ортасында су бар қараған кезде. Жаңағы аттың табанына тағатын не сияқты болып көрінеді деп отырмыз. Енді өз басым болғанда алғаш рет келе жатырмын. Көреміз енді. Күн керемет ыстық, енді жалғыз нәрсе. Басқасы енді көңілге жақсы. Алғаш рет келе жатқандықтан. So excited. Okay, we'll see. Дала енді өте қып-қызыл. Негізінде ошақтың жалпы құмдар осындай болатын сияқты.
Okay, horse with the kiskінші, guys. Okay, Aslikush, hi there. Say hi. Your camera, say hi. Hi. Yeah, trash mountain, trash mountain. Okay, мына жерден қарасаңыздар. Don't compare me to a litter bird. Person does it around the world. Мынау енді жазық, енді ала, ештеңе жоқ. Arizona деген state. Horseshoe Bend деген жерге келдік. Адамдар негізінде көп. Қарайтын болсаңыздар, бұл жерде ешқандай нәрсе болады деп енді ойламайсыз. Ал әдемілеп қарасаңыз, қазір ана жерде не тұр? Каньон сияқты жердің астына кірген. Қазір соған барамыз. Кісілердің ең көп жүрген жер. Енді осы жерде жаңағы су бар, астында өзен сияқты ағып отқан. Сол аттың жаңағы таванына тағатын не сияқты Horseshoe деп аталған екен. Осы жерге қарай қазір барамыз деп отырмыз. Алғаш рет келіп жатқандықтан енді көңіл-күй толқып тұр. Көреміз. Жердің астында таңғажайып, әлемнің таңғажайып, Американың, ақштың ең жалпы атақты жерлерінің біреуі. Біз сол Аризона стейтінде жүрміз әлі. Кішкентай көлеңкеге келіп демалып отырмыз. Күн деген жаман ыстық, әлі ыстық тұр 40 градус. Дәл қазір сіздерге қызық көрсетем. Бұл жерде қызық болайын деп тұр. Менде де өзімде алғаш рет келіп тұрғандықтан. So excited. Окей, достар, сіздермен өзімнің реакшн бөлісетін боламын. Мен өзім алғаш рет келіп жатырмын. Wow! What? Wow! You're too much. No, this is crazy. Wow, it's scary too, actually. Wow, it's like a picture, guys. Wow, did you guys see this? It is picture. Wow, this is amazing. Wow, it's like on movie, or it's like on picture, guys. This is crazy, guys. This is amazing. Huh? Wow, this is so beautiful, guys. Менімен бірге осы жерге келіп, мына жерге енді келіп көру керек екен. Қайткен күнде, егер сіз қайда өмір сүріп жүрсеңіз де осы жерге келіп көрмей кететін болсаңыз, өкініште болады екенсіз. Мынау енді жағдай жоқ. Бұл жерде көрініс деген енді әлемнің жетінің ғажайыптың біреуі деп айтсам, ешқандай не жоқ сияқты. Қорқынышты, бірақ та қарасаңыз өте қорқынышты. Қазір мен осы жерде тұрмын. 1 метр, 1,5 метрлік жерде тұрмын. Қатты жел соқса ұшып жіберетіндей кісі шошитындай екен. Wow, this. Okay, view мен сіздерді қайтадан бір көрсетуге тырысайын. Мынау керемет. Wow, this view is таңғажайып енді. Мына viewді көрсеңіздер енді керемет view. Көрініс деген жағдай жоқ. Күннің ыстығы болмаса, басқасы енді таңғажайып бір әлемнің таңғажайып шығады ойлаймын. Бұл кезінде теңіз болып тұрған жер дейді. Адамдар көп суретке түсуде, дәл осы жерде сол Horseshoe Bend айтады екен. Жаңағыда айланып, су ағып ненің асы сияқты көрінетін, аттың аяғының несі таңбасы сияқты көрінетін болғандықтан. Alright, okay. Біз келдік Гранд Каньонға finally. Жолды ортасында жолды жауып тастаған. Сонымен айланып келуге тура келді. 4 сағат жүріп Гранд Каньон Plaza Hotel. Alright. Чекин жасап отырмыз. Біз жаман емес хотел сияқты. Қайырлы таң, достар. Окей, біз кетіп бара жатырмыз. Таңғы асты ішіп алдық. Осымен лифтімен астынан түсіп барамыз. Енді қазір Гранд Каньонға барамыз. Гранд Каньон дегенде Гранд Каньондамыз, бірақ та Каньонды аралаймыз. Алғаш рет келгендіктен very excited. Let's go! Мына өте әдемі хотел екен. Ортасы жауық, бірақ та
ешқандай талдар бар, рестораны бар. Тамағы онша емес екен. Егер осыған келіп жатсаңыздар, тамағын онша ішпеңіздер. Тамағы not good. Food is not good. No good service, guys. Басқасы болғанда іші fancy. Мынандай әдем шоп бар екен. Okay, everybody's shopping some my stuff, taking some gifts or something. Жеңгем үшқа деген кісі болады. Танысып қойыңыздар. Қандай тамақ кисе де жарасады. Орысты шектен асырмай, айғайлай бермеші бақырмай. Сөздеріңнен сенің шаңқылдаған ауырып барады басымай. Шыныңды айтшы маған жасырмай, неге кеттің маған басырмай. Білгенімнің көңілін төгіліп енді жеткізеді мұнға сасырмай. Каньон сіздерге көрсетуге асықсам. Мен өзімде алғашқы келіп тұрғандықтан. So excited, guys. Достар, Гранд Каньонға келдік. Гранд Каньон ең ортасына келдік. View енді керемет сөзбен айтатын, ешқандай сөзбен айтатын не жоқ. Қане бері қарай келіңіздер. Көрсетейін. Мынау енді жобамен айналысы бір 30-62 километр алыстау. Қарасаңыздар енді сөзбен айтатын ешқандай не жоқ. Әлемнің бір кереметі деп айтуға тура келеді. Сызып қойған сурет сияқты, guys. Егер осы видеоны сіз көріп отырсаңыз, қайтеңізде осыған бір келіп кетіңіз. Жалғыз рет өмір сүреміз, guys. This is just amazing. Сіздерге бұл жерді таныстыра кетейін. Окей, view туралы қысқаша жазып кеткен екен. 62 километр, 99 километр мен теріс айтып қойыппын. 62 майл екен. Қарасаңыздар, мынау енді мынандай үлкен жер. Бұл тек қана бір view дейді ғой, бір жаңа көрініс, көзге көрінетін. Асты енді керемет, астын көрсеңіздер. Бұлай бір қарасаңыздар енді таңғажайып. Әлемнің бір таңғажайыбы деп айтуға келетін сияқты. Ешқандай не жоқ. Окей, достар, қарасаңыздар, мына жерде мынандай сайындары бар. 1500 жыл бұрын, 1600 жыл бұрын, 1700 жыл бұрын. Әрбір метр сайын осындай бір кішкентай сайын қойып қойған. Оның себебі бұл Гранд Каньон деген жер 202 миллион жыл бұрын пайда болған теңіздің асты болып тұрған сондай жер деп есептелінеді екен. Көрсеңіздер енді керемет, сіздерге әлде де тамаша вьюдарды көрсетуге тырысайын. Құлап кетсеңіз енді маған ренжімеңіз дейтіндей жер екен. Бірақ та енді view сөзбен айтар не жоқ. Таңғажайып, астына қарай бір жоқ дегенде 5-6 километр арасына қарай. Ұзындығы 99 километр. Соншалықты биіктікте орналасқан. Таңғажайып. Егер енді мүмкіндігіңіз болса келіп кетіңіз. Дәл қазір менің тұрған жерім ақштың Arizona State Гранд Каньон деп аталатын жер. Және де Қазақстанда да Гранд Каньон, өзіміздің каньон деген жер бар екенін білемін. Бірақ та бұл енді үлкенірек, әлемнің ең үлкен Гранд Каньоны болып саналады. Көрсеңіздер енді таңғажайып. Мынау енді біз бір жақ шетіне келіп тұрғандықтан, ол екінші жағына осыдан көндеңіз. Шырқаған сайын әуенімен еске алам, күтіп отыр сапарына мен анам, оралсыншы Гранд Каньонда жүрміз. Бұл жерде де мынандай кішкентай елік па, бұғы ма, осындай нелер болады екен. Big one? Big one. What is it? What is it, Islan? Islan? He showed his foot. What is it? He showed his foot. Is it like deer or something? I think it's deer. Give me a hand. Give me a hand. No, don't get closer. Көріп тұрғандағыңызда deer бұғы жүр. Өз жалғас. Ана жақта қарасаңыздар donkey, есек.
Қазір сіздерге көрсететін боламын. Есектің бұлардың есектері артық ұқсағанды көн екен. Есек сияқты, бірақ та есек дейін десең ат сияқты. Құлақтары өте үлкен. Керемет енді. Есек сияқты. Есек па, ат па, енді белгісіз. Ат сияқты үлкен енді, қарасаңыздар. Аттан ешқандай айырмашылық жоқ. Вау, this is... Кейбіреулерін қарасаңыз. Ұйықтап жатыр, демалып жатыр. Адамдар тиюге болады екен. Онда агрессив емес сияқты. Қолымызды жеткізіп көрейік. Wow. Very nice. Өте friendly. Құлағы өте үлкен болады екен. Тауып істеуге болады екен. Өздері ұнататын сияқты. Тауып істегенде. Негізде тамақ нетіп тұрған сияқты. Вау. Құлағы үлкен. Құлағы менің қолыммен мынандай бірдей. Ат дейін десең ат емес сияқты негізінде. Аттың осындай құлағы үлкен болмасын сияқты. Мынау ат па, есек па? Мынау ат па? Ат па немене ма? Данки ма? Ерлез дейді. Екеуінің мексет. Бәсе атқа да ұқсамайды, неге де ұқсамайды. Атпенен жаңағы данкидің екеуінің ортасынан шыққан жануар. Ат немене болды мішкекші? Аты? Мел? Мел деген аты бар екен. Өте жақсы, өте friendly. Гранд Каньонда жүрміз әлі. Кішкентай отбасылық ресторан, family restaurant деп аталады. Бұнда тамақтар бар. Кемінде маск тағуыңыз керек. Маскаңызды табу заң. Жаңағы көп адамдар келетін жерде маск тағу керек. Кемінде Margarita rock margarita. Cheers мішкеш. Oynadım. Benim cheers alacağım. Hi guys, biz Gранд Каньонда family trip жасап жүрміз. Қазір Grand Plaza деген отелдің панта бассейнде кешке демалып, енді алғаш рет күйдім, бірақ та view барлығы тамаша, көңіл-күй керемет, жұмысқа деген бір керемет талап. Осыдан келе ма деп ойлаймын, motivation. Осыдан кейін енді қатты жұмыстан басқа ешқандай не жоқ. Travelingмен бірге осылай жүргенге не жетсін. Егер Гранд Каньонға келсеңіздер, өткенімде бірнеше күнге келіп қайтыңыздар, road trip жасаңыздар, байкинг жасаңыздар, хайкинг жасаңыздар. Бұл бір ойлаймын, өмірге бір рет келетін болғандықтан осыған бір келіп демалу енді. Бұл мақсатым өзі дос шығар енді. Сондықтан peace. Окей, достар, біз Аризонадан Аризона стейтінің каньонына қозғалып бара жатырмыз. Кофе ішіп. Енді жолға тартамыз. Қайтадан Моап деген жерге барамыз. Содан Моаптан бір күн қонып, ары қарай Денверге жол тартамыз. Бізге ақ жол тілеңіздер. Күн бүгін жақсы, салқын тұр. Жақсы. Негізінде Аризона стейт өте ыстық, сондай стейтқа жатады. 112 дегриға барған, 40 градустан жоғары барған былтыр биыл болғанда. Біраз салқын тұр. Кеше ыстық, бүгін біраз салқын. Сонымен осымен қайтып бара жатырмыз, guys. See you guys on the way.
чарчап мопқа келдік. Қайда барсаң да мынандай оффроудтың кішкентай машиналар екен. Мында кішкентай үй. Үй дегенде Airbnb деген Америкада не бар ғой? Майлауға болатын мынандай 2 қабат екен, үстінде 1 қабат бар. Осындай үйімізге келіп отырмыз. Мында кішкентай комнаталар бар екен. 4-5 сағат жүрдік. Dana, did you tell it? How was Come it? upstairs. There's a surprise. I'm Okay, Dana. waiting for you, okay? Okay, let's go. Are you ready? Okay, I'm ready. 1, 2. 3. Ooh. Look. What? Oh, okay, кішкентай балкон бар екен. Look at this one. Wow. Guys, did you guys see this? So creepy. So creepy несі бар екен индиандардың кезіндегі адамдардың несі сияқты. Мынаны ұйықтап жатып, мынаны көретін болсаң, талып түсетіндей 3 адам қарап тұрған сияқты көріп тұр енді. Guys, Моап деген жерде жүрміз. Осы жердің жалпы табиғаты осындай ерекше. Осындай үлкен таулармен атақты екен. Дәл мына сіздердің көріп тұрған тауларыңызды balance rock деп айтады екен. Жаңа баланс. Қарасаңыздар, үстінде бір таудың тастың үстінде тас қойып қойған сияқты көрініп тұр. Мына жерде біреудің баланс несін бұзып тастадық. Жасақ қойған. Окей. Керемет екен. Таулар бақ жасыл. Енді аққа қараштырмыз. Бірақта күн суық. Жалпы оғанда ыстық жер. Бірақта бүгін жауын. Моап деген жерде. Денверде қар жауып жатыр. Осымен біз жолда жүрміз. National паркта. Қар жауып екен. Жалпы несі. Сіздерді әлде де әдемі арктарды көрсетуге тырысамын. Окей. Delicate arch viewpointқа келдік. Оның 2 түрі бар екен. Lower level, upper level деген. Соның кішкентай астына келіп жатырмыз. Көргендегі мынаған баруға тырысамыз. National парктың ішінде жүрміз әлі. Delicate arch деген мынау. Ең ғажап, ең әдемісі екен. Қазір сіздерге жақыннан көрсететін болам. Okay, we came to the Skywalk Arch. Arch National Park in Utah State, Moab City. Cat is over here hiding from people. Paparazzi. Everybody, I found her! I found her! Okay. İşte geldik. Tunnel Arch. Және де тағы да Pine Arch деген. Бара жатырмыз, жолдамыз. Қарасаңыздар, жаңа жауын жауды. Аппақ болып қалған себебі жаңа тұздан
жасаған іші бірақ тұз деп айтады екен. Мынау енді жаңа айтқандағыдай 100 миллион жылдың ішінде арч болады, сіздерге жаңа көрсеткен. Guys, tunnel, I think this is pine cone. Қарасаңыз піл ұқсаған, көзі бар, мұрны бар, ежелі кезіндегі Ice Age'дағы піл сияқты көрініп тұр. Мынау tunnel ғой деймін. Мынау tunnel ғой деймін. Мынау кен tunnel кен. I think this is Pine tree кен ғой. Pine tree arch деген жер екен. Осымен өтіп жатыр. Керемет екен енді. Таңғажайып әдемі арч екен жалпы. Егер осы жаққа келсеңіздер, Ютаға Моапқа келулеріңізге кеңес беремін. Вертолеттің, хеликоптердің несі бар. Және де balloon, air balloon ұшуға болады.